Білімді емес, біліміне күмәнданғандар білімді. Ақыл алтын сандық, адамына қарай ашылар. Ақыл бітпес дәулетке, дәулет бітпес келбетке. Дұрыс ойы жоқ басты дулыға да қорғамайды. Қандай күйзеліс келсе де күлімдеп қарсы алу керек. Сонда ол сені есуас деп ойлап өзі қашып кетеді. Бақыт әрдайым батыл адам жағында. Қарттарыңды сыйлай біл, күндердің күні болғанда кімдердің белі бүгілмес. Күншілдік өзгенің мақтылығы мен өзіңнің әлсіздігіңді мойындаудан туған құбылыс. Жігітті жылы сөз ширатпайды, қатты сын ширатады. Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар, олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар. Білімсіз адамның сөзі білектей, білімді адамның сөзі жібектей. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпау үшін өзің капитан болуың керек. Тағдырың өз қолыңда. Бақытты болғың келсе, өткеніңді қазып, басыңды ауыртпа. Бақыттың дәмін сездірмейтін үш нәрсе: өткенге өкіну, болашаққа алаңдау, бүгінгі күніңе шүкіршілік етпеу. Факт бойынша біз өзімізден басқа ешкімге керек емеспіз. Солай екен, өзімізді өзіміз бағаламай, өзімізді өзіміз жақсы көріп құрметтемейінше, мұны өзгелерден күтуіміз ақымақтық болады. Өзгелерге өзіңізді мәжбүрлеп сыйлатудың қажеті жоқ. Одан да өзіңізді дамытып, өзіңізбен айналысыңыз. Сонда олардың сізді құрметтемеуге лажы қалмайды. Ағайынның ішінде бір жақсысы бар болса, қаумалаған көп жаман ол жақсыны көре алмас. Әлемдегі ең дана құс жапалақ, бәрін естиді, бірақ сөзге жоқ. Көп естіген сайын аз сөйлейді. Әттең, дәл осы қасиет бізге, адамдарға жетіспейтіні рас. Егер жүрген жолың қиындық тудырып жатса, демек сен жоғарыға самғап бара жатырсың. Ал оңай болса, демек төменге құлдилап бара жатырсың. Өзін тапқан адам ғана өзгенің пікірінен арыла алады. Өзінде болғанды өзгелерге бере алмайтындар, өзгелерде болғанды көре де алмайды. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама. Жақын қабылдасаң, жадыңда ұстағың келеді. Жадыңда ұстаған жаныңа ауыр тиеді. Дүниесі көп адам бақытты емес, қолындағыға қанағат ете білген бақытты. Қателіктер өмірдің тыныс белгілері секілді. Олар болмаса, мәтіндегі сияқты өмірдің де еш мағынасы болмайды. Тартыспен түскен, бейнетпен келген жақсылық қана шын мәнінде қымбат табыс. Сөз қасиеті көркемдігінде, ой қасиеті шындығында. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді. Өмірдің заңы бойынша бір есік жабылғаннан кейін екінші есік ашылады. Бірақ көп адамдар ашылған есікке назар аудармай, жабық есікке қарай тұрады. Өмір бұл өткен күндер емес, ол есте қалған күндер. Өмірде барлығы уақытша. Егер бәрі жақсы болса, рахаттан. Өйткені ол мәңгілікке созылмайды. Егер бәрі жаман болса, алаңдама. Бұл да мәңгілікке созылмайды. Өмір тау сияқты. Баяу көтерілесің, жылдам түсесің.